Қазақ тілі пәні тақырыбы дауыссыз Л мен Р әріптері. ыр дыбыстары. ыр дыбыстарының үнді дауыссыз екені. ыр әріптерінің емлесі. ыр дыбыстары үнді дауыссыз дыбыстар. Бұл дыбыстарды айтқанда өн шығарып, созып айтуға болады. Сондықтан үнді дауыссыздар дейміз. ыр үнді дыбыстары барлық буындарда қалай естілсе, солай жазылады. ыр дыбыстары сөздің басында келсе, алдынан о дыбыстары естілгенмен, олар жазылмайды. ыр дыбыстарының сөз басында айтылуы: ылақ, ылас, ылай, реніш, рахмет, рұқсат, разы. Сөз басында келген ыр дыбыстарының жазылуы: лақ, лас, лай, реніш, рахмет, рұқсат, разы. Есіңе сақта, сөз басындағы Л, Р әріптерінің алдынан естілгенімен, олар жазылмайды. Мысалы, лақ, лауазым, рет, рас. Дәптермен жұмыс. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Қазанның 20-сы үй жұмысы. 47-ші жаттығу 59-шы бет. Сөздерді көшіріп жаз. Бұл жаттығуда қойылатын бағалау критерийлері: сөздерді көшіріп жазасың 2 балл, көркем және сауатты жазсаң 2 балл беріледі. 48-ші жаттығу 60-шы бет. Мақалдарды оқып, жатқа жаз. Сөз басындағы Л, Р әріптерінің астын сыз. 48-ші жаттығудағы бағалау критерийлері: мақалдарды жатқа жазасың 2 балл. Тек сөз басындағы Л, Р әріптерінің астын сызсаң 2 балл. Көркем және сауатты жазсаң 2 балл беріледі.